Сәлем. Бұл өзгерісті неден бастаймын дегеннің 5-ші күні. Жалпы осы форматта түсіргім келді, өзім қалауым. Ойымды жинақтап, осы видеода бөліскім келіп отыр. Алдыңғы видеода айтқанда, бізге жетістікке жету үшін жалпы өзіңнің қорқыныштармен кездесу, оның түбінде не жатыр, өзіңде бар минустарды қабылдау, өзіңді басқалармен салыстырмау деген секілді, және де өзің сол нәрсеге, жақсылыққа, үлкен байлыққа, мүмкін бақытқа дейміз ғой, сол нәрселерге лайықтымын деген сезімде болсақ, бізге жетістікте оңай келе қояды екен. Енді ол жетістікке жету үшін біз қазір өзгеріске қадамдар жасап жатырмыз. Жалпы сен менімен бірге жасап жатырсың деген ойдамын. Жалпы сен де көп оқыдың, мен де көп іздендім, иә. Біз барлығымыз адам болғасын ізденеміз, оқимыз, бірақ енді соны практикаға жүзеге асыру керек. Енді соны жасап жатырмыз қадамдарын. Егер сенде қандай да бір ақпарат болса, пайдалы ақпарат болса, комментарияға қалдырсаң болады, мен оны міндетті түрде оқимын. Және жаңадан қосылып жатқан менің тыңдаушыларыма үлкен алғыс айтамын, рахмет айтамын. Қолдап келіп жатырсыздар, лайкты да басып жатырсыздар, үлкен алғыс. Енді бұл видеода мен не айтқым келіп отыр? Жалпы 3 нәрсе айтамын. Біріншісі ол шүкіршілік, алғыс дейміз ғой. Енді бұл жаңа ақпарат емес, барлығымыз білеміз, оның көп естідік. Енді мен осы уақытқа дейін мен жасаған болатын, бірақ біраз уақытқа дейін мен бұл практиканы қойып кеттім. Бұл бізде инструмент. Қайтадан өзім қолға аламын деген уәде беріп отырмын қазір. Себебі алғыс айту, шүкіршілік айту, және оны жазатын болсаң, айтып қана қоймай, оған қоса жазып қана қоймай, тағы сен оны сезінетін болсаң, денеде, мида сонда керемет өзгерістер болады екен. Себебі алғыс айтқан кезде біз өзіміз сол эмоцияны, сол алғыс сезімін сезінетін болсақ, мидың өзінде бұл сәт қауіпсіз деген сигнал барады екен. Және біздегі алаңдаушылық төмендейді, эмоционалдық тұрақтылықта ол өзінің қалпына келеді екен. Жалпы ғылыми дәлелденген нәрсе. Сондықтан осы алғыс сезімін, шүкіршілік айту, зікір айтуда қоссаңыздар болады. Артық етпейді. Таңертең тұрған кезде 5-10 минутты бөліп, алғысты айтып, зікірімізді айтып, сезініп, тым уақыт жоқ болса, тек онда соны айтып, сезінсек те жеткілікті деп ойлаймын. Егер жазуға уақыт табылмай жатса дегенім ғой. Енді екінші нәрсе, бізде қазіргі өзгеріс кезінде жалпы адамның состояниесі былай карусель болып тұрады ғой. То жоғарғы көңіл күйде боламыз, то төмен түсіп кетеміз, то қайтадан күшті болып жүреміз, то қайтадан қабағымыз түйіліп, бір нәрсеге бір көңіліміз толмай жүреді. Жалпы ол қалыпты жағдай. Адам болғасын, пенде болғасын, оның барлығы болады. Бұндай жағдайда мен төмен түскен жағдайда, көңіл күйіміз төмен болған жағдайда, мен бір көтеретін бір өзімнің қолдан жүрген нәрсем бар. Ол егер сіз хобби дейміз ғой, егер бір нәрсені жақсы көрсеңіз, соны жасағыңыз келсе, сондай төмен состояниеда жалпы жүрген кезде бір тамақ істесең де, бір нәрсені жинап жатсаң да, соны жасаған дұрыс деп ойлаймын. Егер если на это позволяет дейді ғой. Мысалы, менің өзім жақсы көретін нәрсем ол өлең айтып би билеу. Музыканы қосып қоямын, тамақ істеп жатсам да соны жасаймын. Мысалы, өлең айтамын, айқайлап тұрып айтамын, билеп аламын деген секілді. Сол кезде менің состоянием өзгереді. Әрине, состояние деген енді бізде қазір өте жаттанды сөз, барлығы айтып жатыр. Бірақ сол шын мәнінде состояние өзіңнің қалай сезінетінің сол жақсы жаққа өзгереді, позитивті көңіл күйің шын мәнінде көтеріледі. Соны жасауға кеңес берер едім. Жалпы маған ол өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Мүмкін кейбір адамдарға менің айтып жатқан нәрселерім өтпеуі мүмкін. Бірақ маған ол өтеді. Егер сізде басқа да тағы бір өзіңізге өтетін нәрселер болса, комментарийға бөлсеңіз болады. Немесе соны өзіңіз жасаңыз. Жалпы енді мен өз тәжірибеммен, менің видеом болғандықтан өзім қазір бөлісіп отырмын. Үшінші нәрсе ол бізде тағы бір қызық нәрсе, мен қазір күнделікті әдетке айналдырып жатырмын. Ол стақандағы су. Мысалы, стақанға су құйып таңертең тұрған кезде, жалпы мен оны әдетке айналдырып жатырмын дедім. Ол ритуалға айналды. Егер ритуал болатын болса, енді ол суға бір сөздерді айтамын. Мысалы, менің
өзім айтатын нәрселерім, менің миымда жаңа нейрондық байланыстар түзіліп жатыр. Менің миым тек жақсы ойлар ойлайды, позитивті ойлар ойлайды деймін да, мен сол суды ішемін. Жалпы ритуал миға бұл маңызды деген сигнал береді екен. Сол кезде миымызда бізде жаңағы нейрондық байланыстар түзіледі. Ол бізге керемет әсерін береді, жалпы өзгерістерге алып келеді. Енді мен оны не үшін жасап жатырмын? Жаңа айтқандай, сол миға ритуал ретінде әсер ету үшін. Бұл жерде тек ол су ғана, бізде суға ғана, енді әрине су жасушалар өзгереді дейміз, біз оның алдындағы көрген видеоларымыз бар ғой, документальды фильмдер бар. Ол жерде өздерің білетіндей стақанға су құяды, біреуіне рахмет, махаббат деп айтады, екіншісіне ашу ызасын көрсетіп жаман сөздер айтады. Сонда ол екі судың кристалдарының түзілуі өрнектері екі түрлі болады. Жақсы сөз айтылған жерде әдемі кристалл түзіледі, жаман сөз айтылған жерде нашар, жаман өрнектер құрылатынын көрсетеді. Жалпы енді бұл жерде ол нәрсемен де сеніп жасасақ болады. Екінші нәрсе жаңағы бізде миға әсер ету процесі ғой. Және бұны да тағы осы сумен не үшін байланыстырып жатырмын? Біздің адамның денесі 70-90% судан тұратынын білеміз. Сол суды ішкен кезде менде ішімдегі жаңағы денемдегі суда өзгереді, жақсы кристалдар құрады, әдемі етіп оның денемде сондай бір күшті процесс болады деген оймен ішсек те болады. Сол бүгінгі менің бөлісейін дегенім, айтайын дегенім осы нәрселер. Келесі видеода мен контрастный душ жайлы айтқым келіп отыр. Және егер ұнап жатса лайк бас, подписаться ет. Жаңадан келген менің тыңдаушыларыма үлкен алғысымды айтам. Рахмет қолдап жатқандарыңызға. Комментарий қалдырыңыз. Егер ұнамаса дизлайк бассаңыз да болады. Барлығы шектеу жоқ. Барлығын жасасаңыздар болады. Не ұнайды, не ұнамайды, барлығын айтсаңыздар болады. Бұл менің осындай форматтағы алғашқы видеом. Мен өте сенемін және үміттенемін сіздерге ұнайтынына. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.